Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Қазақстанда қандай азық-түлік арзандады? Қазан айының басынан бастап әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы төмендеді деп хабарлайды Бақыт.кз. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2025 жылдың қазан айының басынан бері әлеуметтік маңызы бар 8 азық-түлік түрінің бағасы төмендеген. 6 тауар бойынша баға тұрақты деңгейде сақталған. 30 қыркүйек пен 7 қазан аралығындағы апта ішіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлардың баға индексі 0% деңгейінде болды. Пияз 2,6%-ға, сәбіз 1,7%-ға, қырыққабат 1%-ға, картоп 0,8%-ға, күнбағыс майы менен қант 0,3%-ға, ұн менен күріш 0,1%-ға арзандады. Нан, рожки, тауық еті, айран және де тұз бағасы өзгеріссіз қалды. Сондай-ақ бір апта ішінде кейбір өнімдердің бағасы өсті. Қарақұмық жармасы 0,7%-ға, сиыр еті 0,4%-ға, сары май менен жұмыртқа 0,3%-ға, сүт пенен сүзбе 0,1%-ға қымбаттады. Өңірлік комиссиялар баға түзулер тізбегіндегі тиімсіз және де енгізілген делдалдарды анықтау бағытындағы жүйелі жұмыс жүргізіліп келеді. 2025 жылдың басынан бері 797 отырыс өткізіліп, олардың барысындағы негізсіз баға үстемелері анықталды. Аумақтық департаменттердің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына белгіленген 15%-ық шекті сауда үстемесінің сақталуын бақылау жалғастыруда. Биыл осы талапты бұзғандарға қатысты 2293 әкімшілік қаулы шығарылған. Сонымен қатар 9890-нан астам электронды шот фактура тізбегі талданып, олардың 886-ның заңнамасын бұзу қаупі анықталған деп атап өтті Сауда және де интеграция министрлігінен. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінде белсенді өткізіліп жатыр. Сонымен қатар Береке фест жобасы іске қосылды. Бұл бастама аясындағы сауда жерлеріндегі әлеуметтік жауапкершілік танытып, арнайы сөрелер ұйымдастырылды және де агрофирмалардағы ет пенен әлеуметтік маңызы бар өнімдер жеткізу жүйесіне тікелей қатысуға мүмкіндік берді. Жобаға 80 сауда желісі қатысып отыр. Бұған қоса республика күніне мерекелеуге дайындық жүріп жатыр. Сауда және де интеграция министрлігі ірі сауда ойын-сауық орталықтарымен және де онлайн сауда платформаларымен келіссөздер жүргізуде. Жеңілдіктер акциясы азық-түлік және де азық-түлікке жатпайтын тауарлардың кей аумақтағы қамтитын болады. 4-тоқсандағы сенбі, жексенбі және де мереке күндері шамамен 1700 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін өткізу жоспарланып отыр. Отандық өнімдерге бұл жәрмеңкелер сауда жасау үшін орындар тегін ұсынылады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.